Пита шелпегін жасаймыз. Оған бізге қатты қайнаған суға жарты шай қасық тұз, бір ас қасық сұйық майымызды құйып, суға жақсылап араластырып, ұнның үстіне құйып қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып 20 минут тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды кішкене иін қандырып, төртке бөліп, шар тәрізді етіп, домалақтап, тағы да 10-20 минутқа қалдырамыз. 20 минутта дайын болған қамырларымызды диаметрі 16 см болатындай етіп, 10 себе отырып, жайып шығамыз. Мінекей осындай қалыңдықта болады. Қызып тұрған табамызға салып, екі жағын кезекпен кезек қызартып, көз алдарыңызда екінші рет аударған кезде осындай қалташа пайда бола бастайды. Дәл осы бағытта қалған шелпектерімізді қуырып аламыз. Салмасына дәл осылай тауық етін жіңішкелеп турап, бір ыдысқа ұнымыздың үстіне тұз, бұрыш, паприкамыз салып араластырып аламыз. Екіншісіне қытырлақ нанның ұнтағын және тағы бір ыдысқа жұмыртқа. Тауық етін алдымен жұмыртқаға, кейін ұнға, қайта жұмыртқаға, қытырлақ нан ұнтағына аударып, табадағы қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қызанағымызды турап, питаны осылай шетін кесіп, қалташаға 40 қабатты үй жағдайында жасалған майонезді кішкене жағып, қызанақты қоямыз. Қуырылған тауық етін қойып, мінекей сонымен пита салмасымен дайын болды. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар, өте дәмді шығады.